Ассалаумағалейкум. Сіздермен киноға шолу. Бүгінгі американдық кино Веном. Киноның басы ғарыштағы зымыран жерге құлауымен басталады. Сол жерге құтқарушылар барып тексеріп, белгісіз қозғалмалы сұйықтық ДНК-лар тауып алып, зертханаға жібереді. Негізінде 4 ДНК бар еді, сұйықтық. Бір ДНК жоғалып кетеді. Осы қыз аман қалған адамды тауып, жедел жәрдеммен алып кетеді. Жатқан адам кенеттен оянып, қызды, жүргізушіні барлығын өлтіреді. Жедел жәрдем апатқа ұшырайды. Қыздың денесіне енген құбыжық көліктен шығып кетіп қалады. Келесі күні әйел Соняны оятады. Соня кешке баратынын айтады. Соня журналист, қаладағы әртүрлі жаңалықтармен бөліседі. Шын есімі Эдди. Екеуі кездеседі, кешкісін үйіне барады. Сосын махаббат болады. Сосын ұйықтайды. Қызын поштасына хат кіреді. Оны Эдди оқиды. Бұл мистер Дрейк. Эддиға сұхбат береді. Эдди сұрақ қояды. Сұйықтық денені адамдарға сынақтан өткізіп, адамдар қайтып жатқаны рас па деп. Бірақ бұл сұраққа жауап бермей, үнсіздікпен кетіп қалады. Содан кейін Эддиді басшысы шақырып алып, жұмыстан шығарып жібереді. Сүйген қызы Энниді де жұмыстан шығарып жібереді. Энни қатты ашуланып, жүзігін тастап кетіп қалады. Мистерге құбыжық денелерді, сұйықтық денелерді алып келеді. Қыз кейпіндегі құбыжық келесі кемпірдің денесіне ауысып кіріп кетеді. Келген сұйықтықты жануарға сынақтан өткізеді. Арада 6 ай өтеді. Эдди магазинге барады. Ер адам сатушыны қорқытып, ақша алғанын көреді. Эдди бірақ көмектеспейді. Үйге келіп, Эдди жұмыс іздейді. Құбыжықты адам денесіне сынақтан өткізеді. Бірақ сәтсіз болып шығады. Адам қайтады. Мистер қызметшілеріне келесі адамды табыңдар деп, зертхана қызметшісі Эддиден көмек сұрайды. Біздің сынақтан өтуші адам болыңыз деп. Бірақ Эдди келіспейтінін айтады. Эдди Эннидің үйіне барғанда, Энни басқа біреуді тауып алғанын көреді. Эдди Энниден тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды, және қосылуын сұрайды. Бірақ Энни айтады, бұның барлығына сен өзің кінәлісің деп кетіп қалады. Эдди қатты көңілге түсіп, қызметшіге кері хабарласады. Сынақтан өтетінін айтады. Кешкі уақытта екеуі зертханаға келеді. Сол кезде күзетші байқамасын деп, Эддиді зертхананың ішіне кіргізіп жібереді. Өзі күзетшімен сөйлеседі. Эдди зертхананың әрбір жерін суретке түсіріп жүреді. Эдди зертхананың ішін жүргенде бір әйелді көреді. Ол көмекке шақырады. Эдди қолынан келгенше көмектесіп, әйнекті сындырады. Атып шығып, әйел Эддидің мойнынан қылғындырады. Сол кезде әйелдің денесінен шыққан құбыжық Эддиға еніп кетеді. Әйел өліп қалады. Зертханада өздігінен дабыл ойнайды. Эдди қашып кетеді. Полиция Эддидің артынан қуады.
Эдди қатты қашып, сосын жоғарыға шығып кетеді, ағаштың түбіне. Төменнен қарап тұрады. Үйіне келіп, Эдди қатты қарны ашады. Және тісін шайып жатқан кезде айнадан құбыжықты көреді. Құбыжықтан қорқып, талып қалады. Денесіне енген құбыжықтың әсерінен Эдди өз-өзін әлі түсіне алмай қиналып жүреді. Сосын Эдди Энниға барады, ресторанға. Зертханада болған жағдайларды өз көзімен көріп фотоға түсіргенін көрсетеді. Бірақ сол кезде Эдди біртүрлі өзіне сенімсіз болады және ақылға сыймайтын қылықтар жасайды. Сосын Эддиді ауруханаға алып кетеді. Құбыжық денелерді әлі де зертханада адамдарға сынақ жасайды. Эдди ауруханадан шығады, бірақ әлі де өз-өзіне түсінбей денесін басқара алмай жүреді. Эдди сосын үйге келеді. Эннимен сөйлеседі. Эдди сөйлеген кезде өздігінен бір дыбыстарды естиді. Эдди үйде болған кезде көршісі гитарамен қатты шумен ойнайтын. Соған көршісіне келіп қорқытты. Мистер біледі тағы бір құбыжық дене жоқ екенін. Қызметшілерден сұрайды. Қасына тағы кім келгенін еріп. Зертхана қызметшісі Эдди Брок өзімен бірге зертханаға ілесіп келгенін мистерге айтады. Эдди үйде болған кезде белгісіз үш адам үйіне баса көтеріп кіріп келеді. Эдди қолдарын басқара алмай бір түсіріп, бір көтеріп, иісі ауысқан адам кейпінде тұрады. Эдди өз қимылдарына өзі түсінбей, оны басқарып тұрған құбыжық барлық келген адамдарды жайратып тастады. Эддидің төбелескендері зертханаға бейнематериал жетеді. Бұны көрген зертханадағы мистер қатты қуанады. Эдди қашып батырып, машинаның айнасына қараса, құбыжықты көріп тұрады өз бейнесінен. Эдди өз көзіне өзі сенбей, бұл менің тек миында бар деп ойлайды. Денесіне енген құбыжық Эддиға өзін дәлелдеп көрсетіп жатыр. Зертхана басшысы мистер Эддиді ұстауға адамдар жібереді. Эдди қашады. Эддиді ұстау үшін барлық дрондар адамдар жұмылдырады. Эдди әлі қашып келеді мотоциклмен. Құбыжық та оған көмектеседі, ұсталып қалмас үшін. Эддиді екі қолы екі жағынан қысады, бірақ құбыжық көмектеседі. Эдди мотоциклмен қашып келе жатқан кезде жанынан келіп Эддиді соғады. Эдди жерге құлап түседі. Эддиді ұстадым деп ойлады, бірақ кенеттен Эддидің барлық жарақаты қалпына келіп, құбыжық Эддиді толық иемденіп алып, құбыжық суға қашып кетеді. Эдди құбыжықты көріп, өзі таң қалады. Құбыжық Эддиге өзін таныстырады, мен Веноммын деп. Эддиға шарт қояды. Маған қарсы шықпайсың, қарсы шықсам, сені де өлтіремін дейді. Үлкен әжейдің денесінде болған құбыжық кішкентай қызға еніп кетеді. Және Сан-Францискоға келеді. Эдди өзінің жұмыстан шығарып жүрген директорының жоғарғы қабатына көтеріліп, оған айғақтар қалдырады. Телефонда барлық айғақтар бар еді. Зертханадағы болып жатқан жағдайлар. Эдди директордың кабинетінен төмен түсіп келе жатқан кезде лифтімен алдынан бір топ спецназды күтіп алады. Бұны көрген Эдди бір топ спецназдарға мені жіберсеңдер жақсы болар еді дейді. Бірақ оған құлақ аспаған
бір топ адам оған оқ жаудыра бастайды. Сол кезде құбыжық кейпіне енеді де төбелеседі. Барлық спецназдарды өлтіріп тастайды. Сол кезде Энни көріп қатты қорқып кетеді. Бірақ Эдди түсіндіреді. Энни тезірек ауруханаға алып кетеді. Эдди Эннидің көлігінде отырады. Олар ауруханаға бара жатады. Эдди өзін Энниді қатты жақсы көретінін айтады. Сол кезде мистерге әлгі кішкентай қыз келеді. Ол құбыжық еді. Ол мистерді қылғындырып тұрады да, дәрігер оған сараптамасы нашар екенін айтады. Бұны түсінген Эдди өзін ауру санайды. Құбыжық бір жағынан сыбырлап тұрады. Бұның айтып жатқандары өтірік деп. Дәрігердің сөзі құбыжыққа ұнамады. Құбыжық оны Эдди мойнынан қылғындырып тұрады. Сол кезде аппаратта қатты дыбыс бар еді. Сол дыбысты қосқан кезде құбыжыққа жағымсыз әсерлер береді. Құбыжық одан денесін алып қашады. Эдди кабинеттен шығып кетеді. Сол кезде Энни мен дәрігер қалады. Дәрігер сұралып екеуі сөйлесіп жатқан кезде құбыжық желдеткісі бар құбырға еніп кетеді. Құбыжық күшіктің денесіне еніп кетеді. Эдди аурухана лифтісін кірейін жатқан кезде алдынан мистер Бен адамдар шығады да алып кетеді. Мистер Бен Эддиден сұйық денегі құбыжық қайда деп сұрайды. Эдди білмейтінін айтады. Мистер кейпінде енген құбыжық Веном қайда екенін сұрайды. Эдди шынында қайда екенін білмейтінін айтады. Мистер Бен адамдары оны орманға алып келеді. Эддиді Энни кейпіне енген құбыжық құтқарып қалады. Энни Эддиді сүйіп тұрған кезінде оған құбыжықтың денесі енеді. Құбыжық Энниді тастап кетеді. Эдди екеуі құбыжықпен сөйлескенде құбыжық оған қауіп төнетінін айтады. Мистер ракетаны ұшыруға таймерді қойып қояды. Мистер құбыжыққа айналып бір зертхана қызметшісін өлтіреді. Қалғандары қашады. Құбыжыққа айналған мистер ол ракетаға қарата беттейді. Оның артынан Веном қуады. Веном мистердің алдынан шығады. Оны ракетаға кетіп бара жатқан жерінен алдынан тосқауыл қояды. Алғашында мистер мен Веномның ойы бір еді, бірақ соңында Веном өзгереді. Оны ракетаға жібермеу керек екенін алдына тосқауыл тұрады. Мистер құбыжық ракет арқылы барлық әлемді жойғысы келеді. Бұған Веном қарсы тұрады. Екеуі төбелеседі. Энни көреді Эддидің төбелесіп жатқанын. Эддиға көмектесу үшін Энни қатты звук шығарады. Бұның әсерінен құбыжықтарға қатты әсер етеді. Дыбыстың әсерінен екі құбыжық екі жаққа кетіп қалады. Екеуі қалып төбелеседі. Екеуі төбелесіп жатқанда мистерге құбыжық денесі еніп, Эддиді жарақаттайды. Эддиға Веном келіп, оны қалпына келтіреді. Ұшып бара жатқан ракетаның ішінде мистер құбыжық бар еді. Оған Веном үлгеріп келіп, ракетаны жарып жібереді.
денесінен айырылған Эдди суға келіп түседі. Келесі күні Энни мен Эдди екеуі әңгіме соғып отырады. Эдди қайтып журналист болып орналасқанын айтады. Веном Эддидің денесінде әлі қалады және екеуі уағдаласып келіседі шарттармен. Жақсы адамдарға тимейміз, жаман адамдарды өлтіруге де болады, жеуге де болады деп. Веном қарным ашып тұр дегесін Эдди магазинге кіреді. Сол кезде магазинге Эдди көреді қайта-қайта осы жігіт келіп сатушының ақшасын алып кетіп жүрген. Оған ескертеді қайтып магазинге келуші болма деп. Бірақ ойыннан айнып, Веном оны жеп қояды. Бұны көрген сатушы таң қалады. Достар, каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Тағы да кино шоу шығады, бірақ сіздердің қолдауларыңызбен.